Мына кәрәс енді әдемі жігіттер. Мына қара шу хищник тістепті сыртынан. Сыртынан бір нәрсе тістеген. Қай жерден? Не сыртында царапина тұрған көрдің. Сонда қолыма кірейін деп жатыр. Бля, намай істейді. Видео басталмас бұрын сіздерге трейдингке және онлайн сауда саттық каналын өте қолайлы платформаны ұсынғым келіп отыр. Ол Binomo деп аталады. Төмендегі сілтемеге кіріп регистрация жасау арқылы сіздер ол жақта графиктің жоғары немесе төмен түсуін болжау арқылы табысқа ие бола аласыздар. Мына жерде экраннан көріп өтсеңіздер болады. Егер сіздер ол саладан опыттарыңыз болмаса, ол жақта демо-шот арқылы бастапқыда үйреніп опыт жинасаңыздар болады. Өте қолайлы платформа. Төмендегі сілтемеге кіріп регистрация жасауды ұмытпайық. Ассалаумағалейкум жігіттер, балыққа келіп жатырмын. Қараңыздар, қыс біткен жоқ әлі. Қазір ақпан айы, мұз жоқ, уже еріп кеткен. Яғни бұған басқа жақтан су келгенде сөйтіп мұз толықтай еріп кеткен. Сөйтіп жазғы қармақтан келіп жатырмыз, жазғы қармақтар құрып жатырмыз. Кішкене бір-екі кәрәс түсті. Ар жақта жездем ұстады. Ертең Құдай қаласа бәйге ұғымға барамыз. Бәйге ұғымға дайындық болып жатыр бізде. Если жебестер нормально түсіп жатса, жинастырып аламыз да ертеңге бәйге ұғымға алып кететін боламыз. Енді арасында нормальный карастар да түсуі мүмкін. Негізі карастар түседі екен бұл жақта. Ана жақта жездем отыр. Ана жақта мен класстасым Ринат деген. В общем, мінекей суды қараңыздар. Мұз жоқ. Еріп кеткен толықтай. Күн болса плюс 13 градус болып тұр. Қыс әлі біткен жоқ бірақ. Көктем болып тұр, қысқасы мінекей әне қауып отыр әне. 13 градус. Ой, бұл мінекей кәрәс балығы, кішкентай жібец. Табиғат деген енді айта алмадым ол. Керемет болып тұр ғой. Езуха демалып отыр. Семішкі шағып. Қараңыздар, қандай керемет болып тұр. Сазанчик ұстап отыр Жезуха. Әне, сазанчик. Кішкентай болса да нормально. Жебецке болады. О, сазанчик. Әне. Әдемі ғой, ә? Сазанның орым жеу біріңіз езен кеп отыр. Қойш. Әдемі ғой. Терендігі қандай? Мәссаған, сен Жезухада терендік деген жосық екен ғой. Мен терендетуім керек екен, ә? Жезуха. Аңғарсай? Опа, о, сазанчик. Жезуха қырып атыр жігіттер. Сазан. Мінекей сазан жебетістер. Кәрәсі де бар. Ішіне салып қойық. Бұл ертеңге дейін шыдайым екен? Мінекей. Опа, міне тағы да түсті. Қане. Жебетістер. Ой, шортанға дайындаламыз. Бақлашында жүреттерін өлі бе? Түрін ұрат қой. Әдем балықтардың сыртын есеп қойын. Біз немен аулап атыр деп ойласаңыздар. Бұл бізде червяк. Қазақшасы жауын құрт. Біз червяк деп айтамыз, өйткені червяк деп үйренгенбіз айтып. Ё-май, наңғара. Арқасына іліп алған. Жезуха, қырып атыр балықты. Ой! Мына қырып қойын аны. Наңғара, мына карасты қара. Көрсетші, Ринат. Карас қой. Әдемі карас үстін аяқта. Міне. О. Ең үлкені міне. Ой, жақсынау. Міне. Балық шығарды мінекей Жезуха. Карас деппін ғой, сазанчик. Жебец қырып атыр. Менде әзірге жоқ. Ой. О. Батырып кетті ғой. О, нормальный карас міне. Қыста жазғы қармақпен аулаған деген қалай кетіп атыр. Сол ғой, ә? Мінекей. Тамаша. Әдемі. Настроение көтеріліп жатыр. Ауа райы тамаша, жып-жылы. Моральды тұрғыда демалып жатырмыз.
Жебецке дәу емес па? Ой, сала берсейші. О, кетті, қане, қол сүртетін. Менде бірінші рет болып тұр, не болса да. Қыстық балық аулаудан мұздың үстінде жүретін едік. Бұндай оқиға бірінші рет болып тұр. Бұл неден болып тұр, Жезуха, айтшы. Дарияны жылым берғай ертіп жүрген адамыз. Дария толып тұрға, дамба келіп тұрған. Опа, ане кетті ана. Ошым жақсы қабыс болып отыр. Жебетістер жинап отырмыз. Ертең Жезуха ерте шығамыз ба таңертең? Болды ғой. Таңертең ерте шығып кетеміз. Қыста жазғы балық аулау. Жазғы болғанда көктемгі балық аулау десе де болатын ана. Ана түсіп тұрған жоқ па? О, наңғара. О, міне жебец. Таза жебец. Сазанчик. Ертең шортанға қырып көреміз. Жақсы болды бірден барып, жебец іздеп жүрмейміз да, бірден бәйгеге қырып сала саламыз. Әдемі. Одан кейін ақбалықтар ұстайтын боламыз. Ақбалықтар үлкен екен ол жақтың. Міне, о. Арқасынан қалай іліп қалып жүр ма? Білмеймін. Міне. Наңғара. Өзің аратсай, басың аратсай, көтің көрсей. Міне. Ой. Тамаша. Опа, о. Опа, о, сазанчик. Әдемісі түсті. Вот, осындай балық болса, жақсы. Болады. Мінекей. Жүгері? Ой, жүгердіппін ғой. Червяк? Әдемі. Жоқтан жақсы. Әдемі. Батырдан кетті. О. Ей, Жезуха, қырды ғой балықты. Біздің сазандар осындай майда. Жевец қой, жевец. Шортанға. Ой, наңғара амур түсті. Жігіттер. Амур. Белый амур. Ринатына дәу балықтар шығарып отыр. В общем, крючок дәу ғой. Ұшы дәу болғасын. Әдем балықтар шығады. Себу керек шығар? Тамаша. Молодец, Ринат. Корм себейін деп жатыр жезем. Табиғат керемет. Мына жақта бір фазенді ма бір нәрсе бар екен мына жерде. Вагончик жасап қойды да. Ішіне моржа шығарып қойған пешімен. Айтпақшы, моржа демекші, Құдай қаласа. Ертең моржа жасатып қойдық пешке. Обзор болады өткенде Темудан келген пешке. Сонымен палаткада отыратын боламыз. Бірақ күн жылы, кешке қарай кішкене от жағып қойсам болды ғой. Тамаша болып тұрады. Керемет жігіттер. Әдемі демалыс болып жатыр. Құдай қаласа көктем келе жатыр. Сәуірге қарай ауылға келіп балыққа баратын болам бұйырса. Алматыға қайту керек алдағы 2-3 күнде. О, міне. Кешкі қабыс. О, міне. Мұна кәрәс енді әдемі жігіттер. Наңғара хищник тістепті сыртынан. Сыртынан бір нәрсе тістеген. Қай жерден? Не сыртында царапина тұрған көрді. Сонда қолыма кірейін деп жатыр. Жігіттер мінекей. Ауыр болып шықты ғой. Жезуха бүгін балықты қырып жатыр. Маған үндемейді. Енді ертең қолымыз ашылады шығар деп отырмыз. Бәйгеге барған кезде. Опа, о, жевец. Бұл бізге шортан аулауға керек болатын жевец. Мәссаған аңғара. Ақбалық қапты. Не, ақбалықтар ұрып жатыр. Ой, чоз ақбалық, мынау? Қалай? Мұхиттың балықтары сияқты ма? Қылыш балық па? Қылыш балық сияқты міне. Ой. Мінеке, қылыш балық. Қайқа саламыз мұны? Өліп қалады шығар бұлар, Бағанадан бері жігіттер бізде кәрі сазанчиктер түсіп, енді осындай қылыш балық түсіп жатыр. Білмеймін, қалай екен, неге ол қылыш балық түсіп қалды кешке қарай. Мінеке, қаздар кетіп баратыр жігіттер.
Қазір шамалы зум жақындатып көрейін. Зуммен көрсеттім алы. Қазір бар екен ғой әлі. Оп. Мынау не балық? Ақбалық. Мынандай ақбалықтар әдемі ғой. Не қапты? Я уха беріп жүрсек. Жүгерге қапты. Қайқа берейін. Қақта. Уха табырып алып кетесіздер ма? Мінекей. Қылыш балық па. Үшін бірдене. Мінекей. Уқыға балық керек па сіздерге? Ақбалық бар. Ана жақта бір кісілер келді. Уқы істейін деп жатыр олар. Соларға беріп жатырмыз. Оппа. Оппа. Амур ма? Амур келіп жатыр. Түсіп тұр ғой. Ёптық. Опасный. Абайла. Бля, кірді ау деймін. Тайып кетті ғой ағым, елмай. Неге барақтың суға қалай? Тартып алайын едім, үзіліп кетпей мады. Айбай, бір амур деген. Бля, кірді ма аяғы су? Кішкене кіріп кетті. Бля, тайып кетті ғой елмай. Күнде апасын неге істемесек? Бағанадан бері. Мінекей. Көтерді ана. Қалмырзалар. Шартандар. Опа. Чөт кешке қава басады ол жақсы. Ана жезуха өлейін деп атқан жоқ қой балықтар. Ой, неге өледі? Ақбалық өліп қалуы мүмкін. Ақбалық уже дохлый ғой. Сазанчик ше? Сазанчик та өліп қалады. Өліп қалмады. Ал, қайтамыз. Ұстаған балықтар. Живецтер бар. Өлгендері мысыққа кетеді. Пойдет, ертеңге бәйге қонға. Анау екеу жақта қалса. Екеу болса салып жүрсек. Кішкентай ма? Анау әдемі екен. Әрді анық тағы бір. Үлкендеу сияқты ғой. Трофей неше келі садың сазан? Кетті. Ал, тамаша болды. Кішкене серік қалдық. Шамалы көріп. Табиғат осындай болып тұр. Тып-тыныш. Әне бір живец кетті тағы да. Ал жігіттер, ұнап жатса лайк басып жіберейік. Келесі видеода бәйге қон болады бұйырса. Бүгінгі видео живец ұстау болды. Мынандай канал. Жазғы қармақтармен болдық. Аяқ үстім балшық міне бағана. Бір амурчик шығарам деп суға түсіп кетті мінекей. Мінекей дала осындай болып тұр. Керемет. Биыл қысқы балық аулау өте слабый болып жатыр. Ничего. Мұндай да болып тұрады. Балық аулау болғасын.